Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын таңғы асқа арналған мексикалық соустың рецептімен бөлісетін боламын. Біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмейсіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында өте жеңіл әрі тез жасалынады. Менің Instagram, YouTube парақшаларыма, каналдарыма жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік, жасап көріңіздер. Алдымен ол үшін бізге бір авокадо жартысын қолдандым мен, 2 жұмыртқа, укроп және лимон сығындысын, сары май, осылардың бәрін блендерға саласыз араластырып аласыз. Мен лимонның өзінде салып жібердім. Әдемі кішкене кислылау дәм болды. Ешқандай қант, тұз, ондай ештеңе салмайсыздар. Кәдімгі сары май жағдайында қандай қолданасыздар, соларын жасайсыздар. Міне дайын болды. Өстіп мен мына қара нанды кешке қарай пісіріп алған болатынмын, тоже қолдан жасадым. Оның да рецептін бөлісіп өтетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Өтінде күшті болып шығады. Укроптың дәмі, авокадоның бәрі өте керемет үйлесім табады. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан керемет болып шығады.